Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілістің басты мақсаты қандай болды? 1822-1824 жылдардағы ережелерден кейін қазақ даласында жойылған дәстүрлі хандық басқару жүйесін қайта қалпына келтіріп, Ұлытауда 1841 жылы ақ киізге отырғызып хан сайланған Кенесары хан атасы Абылай хан тұсындағы дербестікті қалпына келтіруді көздеді. Кенесары хан қандай мемлекеттік қызметтер енгізді? Хан кеңесіне батырлар, билер, сұлтандар, дипломатиялық қабілеттері бар ақылды саясаткерлер мен сенімді жақтастары кірді. Дипломатиялық қызмет ұйымдастырылды. Хан жарлықтары мен хан кеңесінің шешімдерін таратып, түсіндіріп және орындалуын талап етіп отыратын арнайы басқарма құрылды. Салық жүйесіне өзгерістер енгізілді. Әскери мәселе бойынша қатал әскери тәртіптегі мыңдықтар және жүздіктерге бөлінген далалық соғыс жағдайына ыңғайлы жасақтар ұйымдастырылды. Төлеңгіттер тобы күшейтілді. Кенесары хан орталықтанған мемлекет құру мақсатында қандай істер атқарды? Хан Кенесары Қасымұлы орталықтанған мемлекет құруға талпынды. Ханның сәтті жұмысының нәтижесі. Салық жинау тәртіпке келтірілді. Егіншілікпен айналысуға мүмкіндік жасалды. Тыңшылық қызмет енгізілді. Соғысуға қабілетті жасақ ұйымдастырылды. Ішкі талас тартыс, руаралық қақтығысқа тыйым салынды. Мәмілегерлік қызмет ұйымдастырылды. Хандық кеңес құрылды. Сауда-саттық саясатына өзгерістер енгізілді. Мемлекеттік құрылым өзгертілді. Кенесарыны қандай тұлға ретінде сипаттауға болады? Кенесары қазақ халқының дербес мемлекеттілігін қалпына келтіру, халқын бодандықтан құтқарып, азаттық пен бостандыққа қол жеткізіп, тәуелсіз ел ету мұратын көздеген сұңғыла саясатшы, қайраткер, ірі мәмілегер, дарынды әскери қолбасшы ретінде ел есінде қалды.